Қайрат Нұртастың келіншегі Жұлдыз Әбдікәрімова Ләйлә Сұлтанқызына көңіл айтып жазбарына. Бұл жазбаны актриса Instagram парақшасына жариялады. Жақсының жақсылығын айту парыз. Қайрат Шерәліұлымен талай қуанышымызды бөлісіп, қонақта болған едік. Қайратты інім деп жақын тартып, отбасымызбен аралас-құралас болдық. Істің адамы екені сөйлеген сөзіне байқалатын. Қайбір жылдары оқ жетпес барғанымызда қызметкерлері Қайрат Шерәліұлы келгелі орталығымызға жан бітіп, айлығымызда өсіп, туристерді тартар мерекелік іс-шаралар қатары көбейді. Оқ жетпеске кәдімгідей жан бітті деп мақтаған еді. Қамсыз көңіл айналамыздағы асыл жандармен осылай тез қош айтысарын білсеші. Шаңырақтың тірегі ғана емес, айналасына шапағаты тиген мәрт азамат еді. Қайрат аға бақұл болыңыз, жаныңыз жәннат төрінен орын алсын. Лейла әпке сіздің сыртқы сұлулығыңызды көпшілік білгенмен, іштегі мықтылығыңызды бір ғана біледі. Құдай тек көтере алатын сынақ береді. Бекем болыңыз, талай сынақтан өттіңіз. Бұл сынды да қайыспай көтеріп алып шығасыз деген сенімдемін. Алла күш қуат берсін, тас түскен жеріне ауыр. Жаныңыздамыз, деді Жұлдыз Әбдікәрімова. Егер видео ұнаса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны ұсынған Айс KZ каналы.